Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі біздің сабағымыз ниет жайлы болмақ. Бұл қазіргі таңда өте өзекті тақырып. Және де дәл осы аудиоподкасттарды түсіру арқылы да мен әрдайым ниетімді жаңалап отыруға тырысамын. Яғни бұл жердегі осы видеоны, осы аудионы тыңдау арқылы арғы жақта отырған әрбір оқырман, әрбір адам өзіне үлкен пайда алып, өзінің өмірін шынымен де түбегейлі өзгертіп, тамаша болуына себепші болғым келеді. Барынша пайдалы болғым келеді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі сендердің араларыңдағы ең хайырлысы ол үмметке пайдалы болғандарың деді де. Осы миссияны атқару барысында кез келген нәрседе ниетті жаңалап отыру маңызды. Жалпы қазіргі таңда сіз мысалға мені танымауыңыз мүмкін, бірақ та сіз қаншалықты көптеген қашықтықта отырсаңыз да сізге барынша жүрегіммен пайдалы болғым келеді. Бұл өмірдегі біздің жаратылу миссиямызды сізге жеткізгім келеді. Дәл сол секілді біздің дәл қазіргі өмірде әрбір істе ниетті жаңалап отыру өте маңызды екен. Ол неліктен маңызды десек, мысалға біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың өзін айтсақ, ол кісі әрбір секунд сайын біздің ниетін жаңартып отырған екен. Әрбір нәрсе сайын, яғни сонда біздің пайғамбарымыздың өзі дәл солай ниетін жаңалап отырса, онда біз қарапайым адамдар қаншалықты жаңарту қажет екенін тіпті мен білмеймін. Сондағы ниет дегенде бұл кейде ол сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес дүние. Бұл дәл солай сөзбен шықпаса да сіздің миыңызда бір тұрып тұрған бағдарлама секілді. Мысалы, сіз егер де бір адамға көмектесу қажет болсаңыз, сіз сол жерде бұл бейшара ғой, бұл маған көмектеспесем кім көмектеседі деп аяп көмектесуіңіз мүмкін. Бұл осындай ниет болуы мүмкін. Немесе екінші ниет, жоқ, мен тек қана себепшімін, оған көмектесетін өзінің сондай керемет өз Алла тағала бар. Және де дәл осы адамға Алла тағала мені көмектесуге себепші болып тұрғаным үшін мен өте қуаныштымын деген ниетті қоюымыз керек. Яғни бірден біз өзімізге де байқамай жатамыз. Әрбір істің басында, және де ортасында, және соңында дейді. Яғни үнемі біз ниетімізді жаңалап отыруымыз керек. Мысалы, бір кітапты оқып бастаған кезде, немесе бір сабақты оқып бастаған кезде басында бір ниетті жаңалап алып, соңына дейін сонымен тұру, ол негізі бұл кезде қателесіп кету ықтималдығы өте жоғары екен. Яғни біз мысалы бір істі жасадық, келесі сабаққа қайта отырған кезде бір басқа адамды осыны үйреніп алып, басқа адамға жақсы болып көріну, өзінше болу, басқалар мақтаса екен деген секілді біздің миымызда өзіміз кейде түсінбей жататын бір қараған кезде бірдіп ішіндегі дұрыс емес сезімдерден біз оны түсіне аламыз. Бірақ та егер де қарайтын болсақ, оны Алланың разылығы үшін Алла маған разы болсын, осы әрбір ісім құлшылыққа айналсын дейтін болсақ, онда біз соған сауаптар алады екенбіз. Мысалы, қарапайым дегенде біз тамақ жасағымыз келмейді. Мысалы, егер де сіз әйел адам болсаңыз, отбасыңызға тағам жасау керек болатын болса, сіз ерініп тұрсыз делік, немесе ашуланып тұрсыз, ой, осы тамақ қана бірдеңе болып деп өзіңіздің жүйкеңізді өзіңіз тостырмай, керісінше Алланың разылығы үшін, я Аллахым, мен өзім міндетімді орындау үшін өзің маған жәрдем бере гөр, және де өзің разылығы үшін, балаларымның, жарымның разылығы үшін, солардың разылығы арқылы өзіңнің разылығыңа жетіп, мен қазір тағам жасайтын боламын деп, соны Алланың разылығына ауыстырып отырған кезде қарапайым ғана істен біз сауап ала алады екенбіз. Сонда ойлап тұрғанда әрбір іс, және де біздің айналамыз сауапқа толы, егер де оны дұрыс ниетпен, дұрыс амалмен жасайтын болсақ. Осындай ниетті жаңалау деген кіріспе тақырып. Мен сіздерге қазіргі түсіріп жатырған аудиоподкасттардың барлығында да әрбір сабақты көрер алдында өзіңізге кәдімгідей Аллахпен тілдесіп, бар сырыңызды айтып, мен өзгергім келеді, мен армандарыма қадам басқым келеді деп тұрып,
шынайы дұға тілеңіз, және де әрдайым Алла разылығына ұмтылып, өзіңіздің ниетіңізді тілеп етіп отырыңыз. Яғни так, менің қазір ниетім басқа жаққа бұрылып кеткен жоқ па, дұрыс жақта келе жатырмын ба деп үнемі ниетімізді жаңалап отырайық. Және де мен осы жерде тағы да ескертетін жағдай, көбісі вау, керемет, күшті айттыңыз деп қояды, сол жерде ұмытып кетеді. Бірақ бұл жерде өте маңыздысы бірден әрекетке көшу өте маңызды. Яғни эмоциямен, сол вау деген эмоциямен тоқтап қалу ол ондай ешқандай да керек емес. Дәл осы жерде көріп отырған әрбір адам бұл аудио подкаст арқылы өзін өзгертіп әрекет еткенін қалаймын. Негізі қазір бұда ютубта өте санаулы, білмеймін даже дәл осындай мен тегін беріп жатқан бұндай каналдарды көргенім жоқ. Себебі бұндайлардың барлығы қазір тіпті әлеуметтік желіде де түрлі 100 мыңдаған ақшаларға сатылып жатады. Мен сіздерге үлкен құнды ақпарат беріп жатырмын деп ойлаймын. Және де бұның барлығы қазір бар сәтте, тегін сәтте, осыны көріп тұрған сәтте кейінге қалдырмай дәл қазірден бастап кетіңіз. Ертеңге қалдыру былай ойлау керек. Я ертең міндетті түрде ол болады. Ертеңгі күн міндетті түрде бар, бірақ та ол күнде сіз боласыз ба, болмайсыз ба? Ертең сіздің оған мүмкіндігіңіз болады ма? Ол бізге мәлім емес, тек Аллаға ғана мәлім нәрсе. Сондықтан да әрдайым қазіргі сәттен бастап ниетіңізді туралап, эмоциямен вау дегенмен қалып кетпей бірден әрекет жасап, өз амалдарыңызды қарап, және де шындыққа тура қарау керек. Сіз өзіңіз бала позициясында өзгелерді кінәламай, ешқандай да басқа адамдардың разылығын күтпей, Алланың разылығына ұмтылып, ересек позициясына көшіңіз. Себебі сіздің өміріңіздің өз қолыңызда, және де Алла тағаланың барлық қолында әлбетте, бірақ та Алланың сізге таңдау бергендігін ұмытпаңыз. Осы сабақтар сіздерге пайдалы болсын, және де бұл тағы да сабақтардың барлығы барынша көп адамға пайдасы тию үшін де өтініш біздің арнамызға жазылып, және де өзіңіздің төменге шынайы пікірлеріңізді, жүрекпен пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Себебі бұл алу-бері балансын сақтайық, әрі жақындарыңызға жіберу арқылы да, олардың көру арқылы сауап жинап жүрейік.